Дейміз. Мен доктор Anuradha Pandamын Аполло ауруханасында Jubilee Hills, Hyderabad кеңесші гинеколог, лапароскопиялық және роботтық хирургпын. Бүгін біз әйелдің етеккір цикліндегі фолликулярлы фаза туралы әңгімелесеміз. Әйелдің етеккір циклінде екі фаза болады. Бірінші жартысы фолликулярлы фаза, содан кейін овуляция болады. Ал екінші жартысы овуляциядан кейін лютеиндік фаза. Фолликулярлы фазада не болады дегенге келсек, бұл циклдің бірінші жартысы. Ол әр науқаста әр түрлі болуы мүмкін. Бұл кезеңде фолликул өседі, оған эстроген мен фысық әсер етеді. Ал бұл кезеңнің соңында овуляция болады. Әр жолы гормондардың әсерінен бір фолликул өседі. Қалыпты циклде бір фолликул өсіп, үлкейіп, жұмыртқа шығады. Бұл процесс овуляция деп аталады. Сондықтан, егер біреу жүктілікті жоспарлап жүрсе, ол фолликулярлы фаза мен овуляция туралы білуі керек. Өйткені жүктілік овуляция кезінде болады. Яғни овуляциядан 1-2 күн бұрын және 1 күн кейін. Сондықтан бұл маңызды. Осы жағынан бұл өте маңызды. Және одан да маңыздысы, циклдің фолликулярлық фазасында жүрген әйелдер фолликулалардың санын бақылап отыруы керек. Өйткені овуляциядан кейін етеккір 12-14 күннен кейін келеді. Бірақ әйелде овуляция кешіктірілсе, онда фолликулярлық фаза ұзағырақ болады. Сондықтан циклдің ұзақтығы сіздің фолликулярлық фазаңызға байланысты болады. Сондықтан әйел жүктілікті жоспарлағанда фолликулярлық фаза мен овуляцияны есептеп жүруі керек.